Ассалаумағалейкум достар. Мынау сыртқы есік. Сыртқы есіктің түсі қара болғандықтан, қоңыр болғандықтан соны аққа ауыстырғым келіп тұр. Және де бетіне айна жабыстырғым келіп тұр. Соны сіздерге қалай жасайтынымды көрсеткім келеді. Оңай болу керек. Қазір бетін тазалап сүртіп алдым, ручкаларын шешіп алдым, глазокты шешіп алдым. Қазір сүртіп тазалаймын. Сосын ары қарай көреміз. Міне ручкалары, глазоктары. Міне мынандай қылып жартысын жабыстырдым. Сіздерге айтуым керек, мынандай ыдысқа шампуньмен су араластырып, мистер Мускул болса тіпті жақсы болады. Сүйіп, кәдімгі машинаға тонировка жабыстырғандай. Бұлай жабыстырып шығамыз. Ауаны пластиковый болса жақсы, болмаса мынандай шпательді алып, бетіне сүлгі қойып, мата қойып, жүріп кетпес үшін. Сөйтіп, ауаны қуып шықсаңыздар болады. Ауаны қуып. Ендігі жартысын жасаймыз қазір. Міне есігіміз әзірге осындай болып шықты. Қосылған жері кішкене көрініп тұр, бірақ ештеңе кетпейді. Мына жерге былайынан айна кететін болады. Глазоктың орнына тиесеміз. Міне глазоктың көлемімен бірдей 30 миллиметрлік осындай кафель тиесетін бар. Сонымен айнамызға глазок қоямыз қазір. Айна жабыстырып алдым. Артына двусторонний скотчпенен жидкий гвоздь. Міне айнамызды жабыстырдық. Жидкий гвоздьпен, двусторонний скотчпен
Енді тағы да 4 жерінен крепление ұстататын боламыз. Жаңағы айнаны әдейі айнаға ұстататын крепление болады. Ондай таба алмадық. Базардан таба алмадым. Сондықтан өзім қолдан бір шуруптан бірдеңе ойластырамын қазір. Мынадай насадкамен кафель кесетін. Сонымен 4 жерден тесік жасаймын. Сонымен шуруппен қатырамыз қазір. Әне достар, осымен жұмысым аяқталды. Айта кететін, мына жерде жаңағы кафель тесетін насадкамен тестім, чүпек отырғыздым, қара шуруппен отырғыздым. Енді осы 4 бұрыштан қатайтын, осы 4 бұрышқа бір глянцевый дөңгелек специаль пластмастар болады. Соларға клеймен осы жерге жабыстырамын. Солай сіздер істесеңіз де, істемесеңіз де қарайсыздар. Бір қателігім, мына жерде трещин кетті. Насадканы қолмен отырғызу керек чүпекті. Мен соны кірме жатырасын жай ғана балғамен ұрғанда трещин беріп кетті айна. Жерге дейін. Ештеңе етпейді. Көреміз енді, сынып кетіп жатса, басқа айна сатып алып отырғызамыз. Бірақ ұрмаңыздар, жайлап тесігін керісінше жаңағы насадкамен жайлап былай жан-жағын қозғап, кеңіртіп, чөпекті жайлап басып отырғызсаңыздар болады. Сәттілік.